Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнеде өте дәмді әрі тез дайын болатын сүтті коктейльдің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Коктейльге бізге бір дана банан, мен арнайы осындай қатты піскен бананын алдым, өйткені дәл осындай банан тәттірек болады. Қазір күн ыстық болғандықтан сол үшін құлпынайды мұздатқышқа қойып қатырып алдым. Сонда коктейліміз салқын болады. Егер сіз салқын түрін ұнатпасаңыз, мұздатқышқа қоймай балғын күйінде жасаңыз. Және де бізге бір дана балмұздақ қажет болады. Балмұздақты міндетті түрде қосамыз. Балмұздақсыз дәмі келмей қалады және онсыз сұйық болып қалады. Осылардың үстінен енді сүт құямыз. Сүт менде үйдікі, кез келген түрін қоса береміз. Ендігі кезекте блендерлейміз. Бізде коктейль ішкенде көбіктеніп тұрады ғой, сондай көбіктеніп тұру үшін бір 30-40 секундтай блендерлеп ұстап тұрамыз. Мінекей коктейліміз өздеріңіз көріп тұрғандай жылдам уақытта жасалынды. Сондықтан үйде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізге тәттілігі дұрыс болды. Егер сіздер тәтті болған қаласаңыз, сгущенка немесе қант қосып жүрсеңіздер болады. Егер осы рецептпен жасасаңыз, комментарийға пікіріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Мама, қандай екен? Керемет, тамаша. Тілі үйрет. Тіл дәмі тіл үйрет. Құлпынай ма? Таң құрай ма? Құлпынай. Құлпынай дәмі сондай. Замороженный былтырғы.